12-3'te. Абасы батасып зорға татын жайы көпсін. Табырын ағаш терезелермен тұрғаны, сон полностью енді ремонт жасаңды. Панорамнада төменге түсеміз. 2 терезе 3-3'тер. Вот, на отопление бәйлерінің жұмысы көп. Осыдан бір әдемі зат шығару керек енді. Екі үштеген жағынан. Мына серейдің басқашалау түсін, чуть-чуть яркий түсін таңдайын деп тұрмыз. Оны басқа жерден қарадық. Жалпы бұл керамикада кафельдері деген не? Мастердом соларға қарағанда кішкене бағасы выгоднылау. 12-3'те жүрім. Мынандай полка қойып кеттік. Негізі ванна деген міне 3 стенаға қойылған жақсы болады. Угол тоже міне. Мына шетіне деген герметик жағылады. Угол осындай болады. Полканы жандырып. Мына жақта унитаз артында көрінбей қалды. Көзге түспей. Заттардың бәрін өшіріп алып қойдық. Он екіде жүрмін. Мына жерде 3D панель. Мына жаққа бра кетеді. Скрытый есік болады. Мына жерде көрінбей тұрады. Полный краска. Мынау зал. Полдың түсі. Сосын мына жерде есік келіп, есік салатыр. Мындай есік, простой сактар. Да. Двойной. Тогда давайте сделаем так. 12-3'те жүрмін. Қараңыз қандай әдемі люстра. Іліп қойып жатыр. Жерде сым қалмас үшін полный 3D панель. Сосын былайына залдың люстрасы. Оны кішкене көтеру керек. Ілдіртіп қойдық та алдында. Әдемі болады. Мына жерде әлі молдинг болады. Молдингтің жұмысы біткен жоқ. Есіктері келді, орнатылды. Сосын қыздардың бөлмесі. Необычный. Бұны да көтеру керек енді. Мына жерде декоративный обой болады. Соған қарай трековыйлар түсіп тұрады. Сосын спальныйға простойлау кәдімгі люстра алдық. Әдемі шығып атқан сияқты бәрі. Мынау есік. 12-3'те жүрім. Вот мынандай обой болып жабысты. Мынандай обой алдық. Клиенттің таңдағаны. Мына келтірдік. Мына бет осындай ақ обой. Вот 12'ге келіп тұрмын. Мынау зал. Әлі мына ненің рамкілердің іштерін золото жағат жылтырап тұрады. Әлі толық біткен жоқ. 12-3'тегі. Былай цвет әдемі шықты покраскасы. Былай қарай балкон. Мынандай проемдарға немен обналичкамен арка жасадық. Мынаның бәрі ДСП-мен жасадық. Негізі МДФ-пен болатын еді. МДФ қымбатқа шықты. Мына жерін былайда обналичка жібереміз да. И кухняныкі тоже солай болады. Ал мынау міне мына жер күштіп шыққан цветі бар ғой. Прям андай әдемі түс шыққан. Мына жер стол стулья тұрады да, осы жерде шай ішеді. Мына кухня болады мына жерде. Мына жер люстра. Мынау спальныйдың обойы. Цвет әдемі. И мына жері мынандай. Осыны финалдан алдық. Кеткімен тұр екен. Цвет әдемі. Мынау скрытый есікті орнатып жатыр. Пена қойып қойды. Сосын мына стенамен бірге тегіс қылып не істеп жүреді. Бәрін покрасить жүреді есіктің өзінде. Бір-бірде болып тұрады стенамен. Қапталы 3D панель болады.
мына жерде бра болады, сол кезде вообще әдемі болады. Полный краска болады, есік бөлінбей тұрады. Жаңа орнатып болатыр. Әлі краскасы жоқ. Антысын қараңыз. Теплый. Кешке қарай осындай теплый жағып қойып, шай ішуге болады қараңғыда. Сосын нейтральный. Холодный жоқ бұда.